Ассалаумағалейкум, құрметті Байғымыз жобасының көрермендері. Біздің YouTube арнамызға тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментарийларыңызды жаза отырыңыздар. Біз Жаңарқа ауданындағы Ералиев ауылындамыз. Қазір 3-ші шаруашылыққа келдік. Бұл шаруашылықтың атауы Ағарыс деп аталады екен. Осы үйде кішкентай ғана бір 5 жастағы бір батыр палуан жүгіріп жүр екен. Есімі Ағарыс екен. Сол баланың есіміне арнап фермердің де атын Ағарыс деп атаған екен. Ендеше бізбен жүріңіздер. Далада жаңбыр жауып кішкене күн суып тұр, дегенмен де біз қымыз ішкен сайын жылынып жатырмыз. Қазір биенің сауын рәсімі болады екен. Көрейік бірге. Жаңа ғана айтқан Ағарыс дедім ғой, міне осы жігіттің аты Ағарыс екен. Ағарыс нешедесің? Бестесің, үлкен жігіт бұл, міне осы Ағарыстың атына, шаруашылықтың атына Ағарыс деп қойған екен. Аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ал қалай, биелер шошымай ма, ақырын кірсек? Жоқ, шошымайды. Үркітіп алмаймыз ба? Жоқ, іштейм. Қалайсыздар аға, жалпы бәрі жақсы? Жақсы, Аллаға шүкір, жаман емес. Бүгінгі күнде қанша бие сауып отырсыздар? Бүгіндегі 10 бас бие сауамыз. Сауын биелер отырған, қалған биелер далада. Күніне қанша литрден қымыз шығып жатыр? Күніне 40-50 литр қымыз шығады. Мына жерде қарап тұрсам, тек қана жабыжылқылар емес, биелер, басқа да бір? Жабыжылық. Бәрі жабыжылық. Өзіміздің қазақтың жабыжылқылары. Мына құлынға қарасам бір қан бар сияқты мына құлын. Құлын осындай асыл шатыс. Асыл шатыс бірнесі, жақсы. Сіздерде енді барлық қолмен ғой аға, иә? Қолмен, бәрі. Сауында, көбісінде бәрі қолмен. Қолмен пісесіздер. Жалпы шаруашылықты қай жылы бастаған едіңіздер? Шаруашылықты бізді 2003-тің қаңтар айында бастағанбыз. Біраз болды. Немеренің атынан Ағарыс деп фермерлік қожалығын ашқанбыз сол уақытта. Сосы қазір 2003-те басталды дейсіз бе? 2023-те. 2023-те. Сол. Жақсы. Негізі сауып алдыңыздар ма бүкіл биелерді? Енді сауып отыр. Енді сауып отыр. Жақсы. Жарайды, бітіре беріңіздер. Сауа беріңіздер. Балам, бері кел. Кел, балам. Кәні тартасың сен. Неге басын? Ағарыстың өзі. Атасына көмектесіп жатыр. Көмекшім осы менің. Кішкентайынан мінекей. Атасы мен әжесінің көмекшісі Ағарыс. Бәрекелді. Сипап тұр. Өзі тақпаяды. Сенің қолының ба? Бәрекелді. 10 бие қымызды қалай аға, былай өздері кеп алып кете ме тұтынушылар? Тұтынушылар өздері Қарағанды қаласынан, Астанадан келеді, Жезқазғаннан келіп алып кетеді. Өзіміз тұтынушыларымыз ғой, тұрақты. Солардан аламыз, береміз соларға. Байғымыз жобасы жайлы қайдан естідіңіздер? Байғымыз жобасы жолы интернет әлеуметтік желіден көріп, соған қатысайық деп ұсыныс жасады. Сосын келістік. Ералиевте көп екен аға, жылқыстайды? Өз жерден де 80-70 пайыздай жылқыстайды ғой адамдар. Бәрі бие сауады ма? Бәрі бие сауады. Ауылды халқының 2000-ға тақау халық бар осы ауылда, 400 үй болу керек. Сосын 106-та шаруа қожалықтары болу керек. Менің білуімше. Сол жылқымен, сондаймен айналысады ғой, ауылда тұрғаннан кейін бәлі шаруашылықпен айналысады. Өзіңіз осы ауылдың тумасыз? Осы ауылдың тумасын, өзіміз 7 ағайындымыз. Жаңа біреуіне барып бітқа шығарсыңдар, Ғалия деген менің елім болады, тұлда. Мен солардың ағасы болам, туған. Сол. Жақсы, жаңа ол үйде де болып қайтты. Көрдіңіздер ғой, шаруашылығын ол ертеде ашылған. Үлкен шаруашылық қой, жолдастарымен ашқан ертеде. Құрметті көрермен, жаңа ғана ағамызбен сұхбаттасып отырмыз. Енді қазір жалпы биелерді сауып алды. Ары қарай көбеге қойып, осы жалпы осы жақтың қымызы, Ағарыс шаруашылығының қымызы қалай дайындалатын жайлы бізге Бейсенгүл апайымыз айтып беретін болады. Ендеше кірейік ішке қарай. Бейсенгүл апай, сәлеметсіз бе? Аяқпен кірейік. Сәлеметсіздер, кіре беріңіздер. Жақсы, жаңа енді сізді айтып жатырмыз, естіп жатырмыз, мұғалім деп жатыр сізді, биология пәнінің ұстазы дейді. Ұстаздық еткен жалпы үйретуге балаға дейді. Енді өзіңіз осы ұстаздықпен қатар қымыз дайындап пісіп жатырсыз, қалай жалпы үлгеріп жатырсыздар ғой? Әрине, енді үлгереміз. Сәуір, мамыр айынан бастап бізде жаппай бие байлап құлындап біткен кезде пайда басталады. Одан кейін мұғалімдердің жазда
еңбек демалысы бар. Тура соған сәйкес келеді да. Сосын жазда да демалмаймыз. Енді отбасымыздың жалпы халық үшін қымыз өндіріп, оны нарыққа шығарып, енді халыққа, өзімізге, отбасымыздың әлеуметтік жағдайы бір жағынан кәсіп, қызмет, сол сондай жағдай жүріп жатқан. Жақсы. Енді жалпы қымызды өзіңіз қолыңызбен дайындайсыз, пісесіз, осы жайында айтып өтсеңіз. Барлығы қолмен дайындалады. Жалпы күбіге жаңадан сауып әкелген сүтті сүзіп дайындап, кішкене сәл демін басамыз көбігін. Содан кейін барып күбіге құямыз. Қымызды өзі ерке келеді дейді ғой, бала сияқты. Бұған көп күтім керек қымызға. Жел тимеу керек, қатты ыстық болмау керек, не қатты салқын болмау керек. Сондықтан сауып әкелген сүтімізді жаңағы біз күбімізге құямыз. Көбіне тобылғымен ұстап жатсыз ғой? Көбіне біз тобылғымен ұстаймыз, себебі осы біздің жергілікті жерімізде Жаңаарқа өңірінде көпшілігі тобылғымен ұстайды. Енді қайыңмен ұстайтын да елдер бар екен. Сонымен бірге киік отымен ұстайды деп та естідім. Қазақстанның кейбір өңірлерінде киік отымен ұстайтын да жерлер бар екен. Бірақ бізде батыс өңірде киік отымен ұстайды екен көбінесе. Ал бізде көбінесе барлығы тобылғымен ұстайды. Әсіресе Леңгір жақта. Оңтүстік Қазақстанда, күнделікті қанша литр қымыз шығып жатыр сонда сіздерде? Енді 50 литрдай сондай күн шығады, 40-50 литр қымыз шығады. Күнде кетіп жатады шығар, Күндегісі күнде кетеді. Тұрақты тұтынушыларымыз бар. Айтып жатады осы биенің сүті ананың сүтіне жақын болып келеді деп. Осы жайында не айтасыз? Енді мен жаңа айтып жатырмын ғой, сүттің құрамында негізі лактоза бар деп. Ол сүт қанты деп аталады. Сиырдың сүтіне қарағанда биенің сүті ананың сүтіне өте ұқсас. Сондықтан жас балаларға ағзасына тез сіңімді, ауыр болмайды. Сондықтан да бие сүтін ішуді кеңес береді. Жас балаға беруді. Жаңа әдемі айттыңыз ғой, қымыз жалпы ауырған адамға ем, сау адамға дәрумен деп жатырсыз. Осыған қатысты жалпы осы өмірлік тәжірибемізде қымыздың бір сондай емге қатысты болған бір естуіңіз, тәжірибеңізде бар ма сондай? Ондай тәжірибеде біз жаңа айтып отыр ғой, отағасын 2023 жылда, 23 жылдан бастап шаруашылық тастық, бірақ оған дейін шаруашылықты бастамай тұрып бізде мал болды. Сосын COVID-19 кезінде жаңа жалпы халыққа ауырған науқастарға ауылдан қымыз жинай бастады. Сол кезеңде барлығы, ол шаруашылығы болсын, болмасын, кімде жылқы бар, кім қымыз жаңағы өндіреді, сол өндірушілердің бәрі өз үлестерін қосты. Солардың бірі бізде болдық. Енді науқастарды аман алып қалу, жалпы адамның жанына араша болу, оған жаңағы осылай қымызды, етті көмек ретінде барлығы берді. Солардың бірі болдық бізде. Керемет, көп рахмет. Бұйырса кәсіптеріңіз берекелі болсын. Сәттілік тілейміз. Сіздерді Астанада шілдеде күтеміз. Жақсы. Жақсылық болсын. Әрдайым осы биенің, жылқының саны көбейе берсін. Кәсіптеріңіз молая берсін, кеңейе берсін. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Тағы да қайталап өтейін, біз Жаңаарқа ауданындамыз, Ералиев ауылындамыз. Керемет ағарыс шаруашылығындағы осы шаруашылық иелерімен сұхбаттастық. Жаңа апайымыз айтқандай, сұхбатымызға лайк басып, комментарийлеріңізді жаза отырыңыздар, ағарыс шаруашылығын қолдаңыздар. Келіңіздер, қадірлі қазақ елі. Көп рахмет. Аман болайық, көк туымыз көгімізде мәңгілік желбірей берсін, қазақ елі бай қуатты болсын. Рахмет.